Ерте ме, кеш пе, кінәлілер бәрібір жазаланады. Оның жазасын беруді жаратқанға тапсырыңыз. Оқиғасын баяндап, хат жолдаған кейіпкеріміз өз әңгімесін осылай бастады. Басынан өткен көп қиындыққа төзе біліп, жақсылықтан үміт үзген кейіпкеріміз балалары үшін ештеңеге мойымай, алға қадам басқан тағдырлас жандарға үлгі етеді. Сәлеметсіздер ме? Басымнан кешкен оқиғаны баяндап бергім келеді. Күйеуіммен отбасын құрып, 4 қызды болдық. Марқұм енем де, күйеуім де қыз балаларды бала қауырлы көрмейтін, шаңырақ иесі болып қалатын, ұрпақ жалғастыратын ұл бала туып беруімді үнемі айтып, тыным бермейтін. Екеуі үлкен адам болса да, ұл бала туу менің қолымда емес екен білсе де, соған мені кінәлайтын. Айтуларынша, мен шын көңілмен ниет етпеймін. Бұл әулеттің ұрпағы жалғасуын қаламайды екенмін. Мен қара ниетті адам болған сонда, жаратқан маған тек қыз бала береді екен. Міне, осылайша бәріне тек мен кінәлі болдым. Жер хабар бермесін. Марқұм енем өте қиын адам еді. Баласының басын айналдырып, маған үнемі қарсы қойып отыратын. Сол кездегі түсінік солай болды ма, білмеймін. Әйтеуір, қандай қорлықтарына да көніп жүре беріппін. Тұңғыш қызым 12 жасқа келгенше, олардың маған деген адам төзгісіз қарым-қатынасына шыдам келді. Егер күйеуім көзіме шөп салып, басқа елге кетіп қалмағанда, қазірге дейін солай жүре берер ме едім. Осылайша 13 жыл отасқан жан-жарым маған басқа әйелмен көңіл қосқаның, ол әйел жүкті болғаның, сол әйел оған ұл туып беретінін, мен орындамаған арманын сол әйел орындайтынын, өйткені оның ниеті түзу адам екенін айтты. Мені 4 қызыммен үйден қуып шығып, сол келіншекті үйге кіргізді. Біз далада қалдық. Ағам мен әпкем бар. Әпкем ажырасып кетуім керек екенін айтып жүретін. Артымыздан лақтырып салған киімдерімізді көтеріп, әпкемнің үйіне бардым. Ағам басқа қалада тұрады. Ол кісінің қолына бара алмадым. Әрі жеңгемнің қолында, әрі кетсе 1 ай тұрармыз. Одан артық тұру мүмкін емес еді. Әпкем мен қыздарымен бірге еш қиналмай біздерді қабыл алды. Үйінің жанындағы уақытша үйін, сарайын бізге жөндеп берді. Маған өзімен бірге базарға саудаға шығып, табыс тауып, балаларымды асырауымды айтты. Үлкен қызым қолқанат болып қалған, кішкентайынан ақылды болып өсті. Үнемі маған қолдау көрсетіп, кетіп қалуым керек екенін кішкентай болса да арасында айтып қоятын. Сіңілеріне де өзі қарады. Үйді де тазалап қоятын. Керек десеңіз, тамақты да пісіріп үйренді. Кейде шаршап келгенімде қызымның жасаған тамағын жеп отырып, осындай ақылды перзент берген жаратқанға көп шүкіршілік айтып, көзіме жас алатынмын. Немерелерімен шырылдап далада қалған кезімде әжелеріне тіпті оларға жаны ашығанда жоқ, қайта жоқ деп отырғандай болды. Қыздарын ұрпақ деп санамайтын әкесі ештеңеге қарамай бізді далаға қуып шығып, жас келіншегімен бақытты өмір сүріп жатты. Естуімше, сол жас келіншек оларға қалауларын орындап, армандарына жеткізіп, ұл туып берген екен. Сол кезде несін жасырайын? Өмірдің әділетсіздігіне қатты күйіндім. Өйткені 4 қызымның еш кінәсі жоқ еді.
Олар әке мейірін көрмей өсетіндей еш жазығы жоқ, кінәсіз періштелер ғой деп қайтты қиналған кезім болды. Бұл күйзелістен шығуыма әпкем көмектесті. Мықты болып, өзімді қолға алып, жұмыс істеп, ақша тауып, қыздарымды асырау міндетім екенін және олар көрмеген мейірімді еселеп көрсету менің міндетім екенін үнемі есіме салып отырды. Намысқа тырыстым, тынбай жұмыс істедім, ақша таптым. Нешін жасырайын, енем мен күйеуімді жаратқанға жазалауын іштей тілейтінмін. Олар әрине ұлды болған соң дүркіретіп той жасап, сол әйелді ерекше құрметке бөлеп жатқанын да естіп біліп отырдым. Арада 4 жыл жылжып өте шықты. Мен сол кезде аяққа тұра бастаған едім. Сода саттығым да сәтті жүріп, қыздарымды ештеңеден кем қылмай өсіріп жаттым. Сол 4 жылда әкесі де, әжесі де қыздарды бір рет керуге келмеді. Біз де оларға бармайтынымыз анық еді. Уақыт бәріне емші. Демекші, сол кезде мен өз-өзіме келіп, бар ойым балаларымның бақыты болды. Алғашында күйеуім мен енемді жазалауын қалайтын едім. Кейін сол ойдан да арылдым. Бәріміз үшін қайырлысы осы болған шығар деп ойладым. Барлығы бір жаратқанға тапсырдым да қыздарыммен бақытты өмір сүріп жаттым. Шынын айтқанда, әкелерімен бірге тұрғанымызда бір ретте дастархан басында көңілді отырып тамақ ішпеппіз. Тіпті балаларым әкесінің көзіне тіке қарай алмайтын, қатты қорқатын. Әжесі екеуі оларды отырса опақ, тұрса сопақ қылды. Әрбір әрекеттерінен кемшілік табатын. Мен туған қыздар болған үшін мені де сөгіп жер-жебіріме жететін. Сондай өмірден құтылып, өз бетімізше бақытты бола бастадық. Құлындарым маған тек қолдау көрсетті, бәрі ақылды болып өсіп жатты. Бір күні күтпеген жаңалық естіп, таң қалмасым бар ма? Әлгі енем мен қыздарымның әкесі жер көкке сыйғызбай жүрген, келіншек туып берген ұлының әкесі басқа біреу болып шыққан екен. Сондай сорақ қылықты естуіңіз бар ма еді? Күйеуім мен шешесі бала 4 жасқа келгенде бірақ білген. Шындық қалай ашылғанын білмеймін, бірақ бала ауырып, соған әкесінен қан керек болған. Сол кезде бар жағдайлар сәйкес келмеген соң шешесі күдіктеніп ДНК сараптамасын жасауды ұсынған. Жасырын жасалған сараптама нәтижесін білген соң әйелінен жауап алыпты. Жан керек болған келіншек шындықты мойындапты. Ел аузына тараған әңгіме менің де құлағыма жетті. Шынымды айтсам, іштей қатты рахаттануым керек еді, алайда менде еш сезім болмады. Бірақ бұл енем мен күйеуімді жаратқанның жазалауы деп түсіндім. Қыздарымның көз жасы мен обалы жібермеді деп ойладым. Содан кейін шешесі мен баласы ол әйелді үйден қуып шыққан. Жұртқа қара бет болған бұрынғы күйеуім біраз уақыт ел бетіне қарай алмай, сыртқа шықпай үйде жатты. Бұл масқараны көтере алмады. Немесе денсаулығы сыр беріп жүрген шешесі өмірден өтті. Қайтыс болардан бұрын менімен сөйлескі келетінін бірнеше адамдардан айтып жібергенін естіген едім. Мен барып сөйлеспедім, өйткені сөйлескім келмеді. Анасы қайтыс болған соң балаларын жағдайы
тіпті мәз болмады. Баласы ішкілікке салынып кетті. Үнемі үйіміздің алдына келіп, кешірім сұрап жататын болды. Ал мен оны кешіргім келмейді. Қыз деген сол шіркін ғой, бала қатарына санамай, әке мейіріміне бөленбеген әкелерін мүсіркеп, мен жұмыста жүргенде үйге кіргізіп, жуындырып, кір киімін жуып, қарнын тойғызып жібереді екен. Маған айтпаса да, мұны біліп жүрдім. Қазір сол ақмақ болғанын айтып, кешірім сұрап жүр. Әкелік міндетін, күйеу борышын атқаруына тағы бір мүмкіндік сұрайды. Бір ғана мүмкіндік берсем, барлық қатесінің орнын толтыруына барын салатынын айтып жүр. Менің оған ішім жылмайды. Ал туысқандарым, қыздарың үшін оның сұраған бар мүмкіндігін жасап кереуін керек екенін айтып қалады. Әпкем қандай шешім қабылдайтынымды өзіме қалдырды. Қыздарым да соңғы шешім қабылдау менің еркімде екенін түсініп, қандай шешім қабылдасам да құрметпен қарайды. Ең қиын жер қызым әлі кішкентай ғой. Әкесімен бірге өмір сүруімізді айтып қояды. Қыздарымның бір өтініші әкелерімен араласуына қарсы болмауым. Мен қарсы болмаймын. Қазір ол қыздарын жақсы көреді. Олардан бар мейірімін аямайды. Өйткені қателік үшін үнемі кешірім сұрап отырады. Ал мен әлі ойланып жүрмін. Айтпағым, егер сіз кінәлісіз болсаңыз, бәрін уақыттың емшісіне қалдырыңыз. Ерте ме, кеш пе, кінәлілер жазаланбай қоймайды. Жаратқан сондай адамдар күтпеген сәтте, ең бақытты болған жүрген кезінде, ең бақытсыз адамға айналдырады алады екен. Шындық жерде жатпайды. Кінәсіз сәбилердің көз жасы ешкімді ешқашан жайына қалдырмайды. Соған толықтай көзім жетті. Кімде қандайды бір ренішіңіз болса, оны ішіңізге сақтамай, жаратқанға тапсырыңыз да, өзіңіз алға қадам басыңыз. Бастысы, ешкімге жамандық ойламаңыз. Балаларыңызға да олардың жаман екенін, жаман іс-әрекеттерін айтпаңыз. Себебі бала бәрібір өз туғандарын іздеп табады. Ж. Хумар.